Сәлеметсіздер ме? Мен 10 сынып оқушысы, номер 2 Маржанбақ орта мектебінің оқушысы Бақытқали Асылзат. Менің зерттеу жұмысымның тақырыбы ауыл мектептеріндегі ағылшын тілін үйренудің қиындықтары және де оны шешу жолдары. Ағылшын тілі негізгі қазіргі таңда халықаралық қатынас тілі болып табылады. Ағылшын тілін үйрену болашақ мүмкіндіктердің кілті. Алайда ауыл мектептерінде ағылшын тілін үйренудің кейбір қиындықтары бар. Менің зерттеу жұмысымның мақсаты осы қиындықтарды зерттеу және оның шешуін табу. Зерттеу жұмысының міндеттері оқушылардың қиындықтарын зерттеу, олардың арасында сауалнама жүргізу және де нәтижесін талдау, шешу жолдарын ұсыну болып табылады. Менің зерттеу жұмысымның әдістерінде оқушылардың арасында сауалнама жүргізгенде, нәтижесінде олардың арасындағы негізгі қиындықтар сөйлеу тәжірибесінің аздығы және де ағылшын тілдік ортаның болмауы, мотивацияның төмендігі, ауылда интернет жылдамдығының өте баяу болуы және де онлайн платформаларға қосылу қиын болуы болып табылды. Нәтижесінде және де олардың арасында тек қана құрақ грамматиканы ғана оқи берумен мотивацияның төмендігі, оқушылардың басым бөлігінде практиканың төмендігі, көне қағаздық оқу құралдарын пайдалануы, заманауи мультимедиа мен контенттің жоқтығы, яғни осының шешу жолдарына келетін болсақ, мұғалімдерді дайындау, біріншіден қолданбалы, яғни тілдік тренингтер, менторлық тренингтер ұсынылады, және де ағылшын клубтарын ашу, тілдік ортаның құру болып табылады. Екінші, және де үшіншіден цифрлық ресурстар. Цифрлық ресурстарға аудио, видео сабақтар жатады. Егер бұл ұсыныстар жүзеге асатын болса, оқушылардың сөйлеу дағдысы әлде қайда жақсарады, ағылшын тіліне қызығушылық арта түседі, және де оларға әрі қарай ағылшын тілін тереңірек іздене бастайды, түрлі мүмкіндіктерді іздене бастайды, және де өзін сенімді ұстау деңгейі көтеріледі. Ауыл мектептерінде балалардың білім сапасы 2 есе жоғарылайды. Назарларыңызға рахмет.